Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Наурыз көженің жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге ет, арпа, бидай, ақ жүгері, маш, фасоль, айран қажет. Етімізді қазанымызға салып, суымызды құйып, көптерін аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Осылайша сүзгішпенен сорпамызды сүземіз. Алдыменен арпаны, бидайды, ақ жүгеріні қосып, жуып, бірге пісіретін боламыз. Сорпамызға салып, 1 сағат қайнатамыз. Маш пенен лобиямызды бөліп пісіреміз. Сорпамыздан құямыз.
фасоліміз, машымыз пісті. Енді осыларды саламыз. Етімізді салып, бір қайнатып аламыз. Бір ыдысқа кішкене сорпасын құйып, айранмен араластырамыз. Сол кезде біздің айранымыз комок болып қалмай, бір қалыпты масса болып, жақсы болып араласатын болады.